Құрметті достар, тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ұйымдастырылып отырған Наурыз мерекесінің бүгін ұлттық тағамдар күні. Ас адамның арқауы демекші, біздің оқырмандардың ас мәзірлерімен таныстыруын қабыл алыңыздар. Құрметті достар, қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған әрі қастерлей білген. Ел жұрт жадында мәңгі жатталып қалған ас адамның арқауы деген қағида осындай терең ұғымның қалтқысыз түсінігі болып қалыптасқан. Халқымыз адам өмірінде тамақтың оның тіршілікке қажетті құндылықтардың бәрін де жоғары қойған. Бастадыңыз. Енді әр дастарханда бауырсақсыз болмайды. Бұған мен май қосам кішкене, сосын ашытқысын қосам. Өзінің арнайы тегеші бар, менде бетін жауып орап қоямын да, сосын бір жарты сағатқа жетпей көтеріледі. Содан кейін жаңа қазаныма пісіріп аламын. Отқа қазан қойып пісіремін. Рахмет, дұрыс. Құрметті ауылдастар, Наурыз мерекесі құтты болсын. Мен сіздерге бүгін шелпекті, ұлттық тағам шелпекті қалай елеп пісіруін ұсынамын. Шелпекті үш нәрсемен ғана елейді. Бұл ұн, су, тұз елеп, сосын қатты қызып тұрған отқа сұйық маймен пісіреді. Қаймақ қып алғаннан кейін салқындатып қоям. Соны салқындап тұрғаннан кейін біраздан кейін шығарам. Өзі жай ғана жылайды. Сол кезде араластырамын. Оның да бүйтіп араластыратын өзінің құралы бар. Сол құралымен араластырып, әбден суын шығарғаннан кейін жуам, тазалаймын. Соң бүйтіп үстіне суды, тұзды сеппеймін мен. Тұзды езіп алам да, ертіп алам суға. Жеке ма? Жеке. Тұзды суға ертіп алам да, сосын тағы да жаңа тұзды сумен жуам. 2-3 рет. Неше қайта сол тұзды сумен жуам, бірнеше қайта. Содан кейін мынада жаңа тұз да қалып қоймайды. Кейде бір әппақ болып тұзы сыртына шығып тұрады ғой, ондай да болмайды жаңағы. Тұзды ертіп алып жуғаннан кейін. Сосын кейін осындай шыны қатты май болып шығады. Суын бұның арылту керек ең есі. Су болмау керек, суын әбден сарқу керек. Ол үшін былай қолменен әжептәуір араластырамын. Содан кейін осындай мынау енді былтырғы жылдың майы. Мінекей наурызға бауырсағымызды пісіріп дайындалып жатырмыз. Ағымызды дайындап жатырмыз. Мынау енді бауырсақ кейінгі жастарға рецептісін айта кетейін. Кішкене сармай қостық, ұн, қант, май, соған піскен бауырсақ міне дайындық жасалып жатыр наурызға. Жастар үйренсін деп әдейі осындай формасын бәрін осындай келтіріп нетіп жатырмын қазір жаңадан. Айранымызды үйітіп, дастарханымызды жасап, етімізді асып дайындық наурызға. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Рахмет. Қазақтың ұлттық тағамдары бауырсақ, қымыз, ірімшік, айран тағамдар туралы айтып кетеміз. Бауырсақ ұннан жасалады. Ұнны жылы суды аламыз, оған ашытқы саламыз, тұз, кішкене май қойып араластырамыз. 2 рет көтерілгеннен кейін басып, домалақ қып кесіп, қайнап тұрған ыстық майға пісіріп аламыз. Келесі тағамымыз ол біздің қымыз. Қымыз қандай ем болып саналады, оны біз бие сүтінен дайындаймыз. Сауып әкелгеннен кейін көбіге салып, 1000 рет пісіп, жаңа келген кісілерге осындай ыдысқа құйып береміз. Мен сүтті тағамдармен таныстырамын. Сиыр ежелден қазақ елінің 4 түлігінің бірі болып саналады. Алғашқы сиыр төлдеген кезде алғашқы сүтінен уыз жасалады. Уызына қанған, уызына жарған деп осы қазақтың сөзі бар. Сол осы
сиыр малының уызына жаруына байланысты айтылған. Уызды алғашқы сауылған бірінші күнгі төлінен қалған сүтті сауып алып, ыстық суға салып, қайнатып, суық суға салып, қатырады. Сонда бұл алғашқы сүтінен ғана дайындалады. Уызды ауызға тиген адамдар тоқ жүреді деп саналған. Екінші, ол уыздан кейінгі сүтінен, сиырдың сүтінен ірімшік жасалады. Ақ ірімшік дейді, және сары ірімшік дейді. Ақ ірімшік бұл кальцийға бай. Оны тек алғашқы бетте 1-2 бүлкілдетіп сүтті қайнатып алады. Сол кезде ақ ірімшік шығады. Ал кейін сары суын төгіп тастап, жаңағы сары ірімшікке болғанша, ақ ірімшікті сары ірімшік болғанша қайнатып, қантын, майын қосып, сары ірімшік дайындайды. Бұны қоспа дейді бір жақтарда. Сосын жаңағы сүттен құрт жасалады. Езбе құрт бұл. Сорпаны құртсыз ішпейтін халықпыз ғой, сорпаға салынатын құрт. Сосын сүттен айран жасалады. Айранды да, айранның несін ұйытқы дейді. Осы сауылған сүтке ұйытқы құйып, айран ұйытылады. Айранды да ұлттық тағамымыз